Айтылмаған әңгімелер каналына қош келдіңіз, тыңдарман. Біз әңгімемізді жалғастырамыз. Ғани Бейсен, Қара мысық, 6 бөлім. Ағыбай қарттың адасқан тұсы осы болды. Әбішке келген әскери киімдегі орыс офицерді көргенде пышағын қамдап есікке жетті. Құлағын тосқанда шәңкілдеген орыстың бұйыра сөйлеп тергеуге шақырғанын естіді. Бұл жанынан тойып, зығырданы қайнап жүрген Ағыбайды онан сайын тығырыққа тіреді. Қап, баламай, сені кім сатып жіберді екен? Қорлығы келген қарт қолындағы пышағын қыса түсті. Әбішті тергеуге жеткізсе, іс насырға шабады. Ұрып соқса да Ағыбай жайлық ақпарат алады. Мендей ақымақ қайда бар еді? Жөніме жүрмей жазықсыз жігіттің басын жұтқалы тұрмын. Осының бәрі менің кесірімнен. Пайдам тиер ме екен деген қазаққа зияны тиетінін түсінген Ағыбай қарт тығырыққа тірелді. Кейініңіз бізбен бірге тергеуге барасыз, сізге бірнеше сұрақтар қойғымыз келеді деген жас лейтенант есігін ашқан Әбішке зірк етті. Мен бе? Маған қандай сұрағыңыз бар еді деген бала аң-таң. Оны конторға барғанда білесіз. Кәне тез киініп шығыңыз. Білесіз ғой, қит етсеңіз қару қолдануға құқым бар, деп ескерткен лейтенант беліндегі тапаншасын ұстап қойды. Сенің атаңа лағынет, жауыз. Тұла бойын кек кернеген кәрі қарт көз аларып ойлана келе, тасада тұрып тап бергісі келді, бірақ асығыстық жасамауы тиіс. Өйткені өлген орыстың мүрдесін қайда қояды? Ол да жалаң қол емес. Белдігінде револьвері бар. Атып салса өзінің де аяғы аспаннан келеді. Сондай-ақ қылмыс болып оқ атылса, Әбіштің басы дауға қалады. Дау деген түк емес. Қаптаған қанішер жауға қалады. Оларға қазақтың құны көк тиын. Әбіш жанға келінді қосып атып салады. Тіпті мылқау баланы да аман қалдырмайды. Бір орысқа 5 қазақтың жанын алады. Осыны ойлаған Ағыбай ақсақал дымын шығармады. Есесіне есіктен сығалап тұра берді. Ал киініп алып үйінен шыққан бала орыс жігіттің соңынан ергенде екеуі қатарласа жүріп қораның алдынан өте берді. Сонан соң күбірлесіп барып қараларын үзді. Иығына дорбасын ілген қарт қорадан шықты. Осы сәтте айқай салған келінді көріп қатты да қалды. Әй, сен кімсің, ұрысың ба? Менің қорамда не қылып жүрсің? Әбіш, әписер мырза, біздің қорада бөтен біреу жүр. Бұл Әбіштің соңынан басын қылтитқан келіннің дауысы болатын. Осыдан кейін іс насырға шапты. Шәңкілдеген дауысқа қатарласа жүгіріп Әбішпен орыс жетті. Өкшеңдей қашқан Ағыбай қарт қараңғыға сіңіп жоқ болды. Мұны естігенде конторға жиналған тергеушілер дүрлікті. Сен оны шынымен де танымайсың ба? Жоқ, танымайым деген бала Ағыбай қартты жасырып бақты. Танымайтын адам сенің қораңда не істеп жүр, соны айт, деп айқай салған капитан Әбіш баланы басқа ұрды. Осылайша тілмәш деп шақыртқан бала күдіктіге айналып шыға келді. Сағат тілі біразға барып, тергеушілер мылқау бала мен келінді алдырды. Қатын сорлы дегеннен Ағыбай деген шалға ұқсаттым деп айтып салды. Оған әшөн бала атып тұрды. Бастық маған Ағыбай деген ең қауіпті адам деген, ол кісі бұрында сотты болған деп қосыла шапты. Осыдан кейін қаруларын ұстаған 2 лейтенант Ағыбайдың үйіне аттанды. Қартты таппады. Есесіне ақсақ бала мен жесір келінді ертіп келді. Атам 3 күн бұрын кеткен, содан бері көрген жоқпын, деп ақталды жесір байғұс. Бұл сөзге тергеушілер сене ме? Шыныңды айт, сен білесің, деп қатын бейшараны қамшының астына алды. Анасын ұрғанын көрген ақсақ бала орыс офицердің етегіне жабысып балтырын тістеді. Мына кайсақтың күшігімен қатынын бөлек қамаңдар, атасы табылғанша осында жатсын, деп бұйрық берді капитан бастық. Содан соң Әбіш пен әшөннен ауылдан шықпауға тіл қаталса, көкбет келіннің қолына бір қорап майшам ұстатып, мақтап жіберді. Ал қашқан қарт өзеннен өтіп орманға жетті. Іс насырға шапты деген осы. Жауыздың көпті көргені әкке екені көрініп тұр, ол бізге оңайлықпен беріле қоймайды. Не істейміз деген тергеушілердің бастары қатты. Баласы мен қатыны тұрғанда ол қайсақ өзі-ақ келеді, деп капитан тон пішті. Басеке, ол адамның өзі келуі екіталай.
Себебі мынау оның қатын емес, анау баласы емес, деп лейтенант сөйледі. Олай болса қулыққа басайық, деді капитан. Қандай қулық? Айта беріңіз, деп жалбақтаған лейтенанттар бастығының аузына қарады. Мына қатынмен анау күшікті ауданға кетіп жатамыз. Оған дейін жаңа жыл келеді. Оны тойлаймыз. Сосын бір түнде баса көктеп жетіп келеміз де мына ауылдағы барлық үйлерді тінтіп шығамыз. Дегенмен бұл ештеңе шешпейді. Кайсақтар жапан далада жалғыз жарым жүре береді, деген екі көмекшісі қарсы шықты. Мұнысы көкбет кемпірінің арқасын қоздырғанда тілі салаңдап шыға келді. Алжығандар-ау, орыстың қызы кеткелі сен албастылар аттарыңды қысып үйден шықпайтын болдыңдар. Біле білсеңдер ол қызды шпион, деді. Соған еріп неміс жұртына кетпедіңдер ме, деп айқай салды. Еркек емес пе? Кемпірдің кекесін сөзі шалдың ашуына тиді. Қақ деген қақырығын пешке түкіріп, әй, маймақ, аузыңды жаппасаң кетем, деп бұлқан талқан болды. Сонда пішту, деп саусағын көрсеткен кемпір одан сайын от алып ақшаңдап шыға келді. Қаусап тұрса да шалда намыс бар. Аяғын көтеріп сілтей бергенде тоң қалаң асты. Өй, алжыған неме, аяғын көтерген ес. Мен саған неміс қыздыкін жегізейін, деген кемпірі бейшара шалды бас салды. Соны естіген жас келін жұмыста жүрген күйеуіне барып, әжем немістікін жегізем деп атама ұрсып жатыр, депті. Қазақтың қорындағы немістікін жепсің деген сөз осы Зүбайда деген әжеңнен қалған. Қартайған шал қазына, қартайған кемпір базына дегені осы. Қайтсын, далада белден келетін қар жатыр, іштері пысқан кемпір шалдардың аяқ астынан ұрсып алатыны бар. Дегенмен үйдегі кемпір шал қырқысып жатқанда түздегі шалды іздеу басталды. Жаңа жылды тойлап болған тергеушілер әшөңге еріп орманды кезді. Бірінші күні түк таппай шаршап шалдығып әрең оралды. Ауылдағы жалғыз ат өрттен өлген, енді қайтпек. Бізге қосымша күш керек, астымызға ат керек, деген капитан радиограммаға шықты. Онысына 5 аттылы күш барады, қалайда Кайсақ шалды табыңыздар, деген бұйрық алды. Арада көп өтпей мылтығы асынған әскерилер көрінді. Олар үй-үйдің бәрін тінтіп, ауыл үшін аяққа тік тұрғызды. Әй, командир балам, қайдағы бір жауыз үшін біздің мазамызды алмаңдар, біз кәртейген адамдармыз, деп көңкілдеген шал кемпірлер шықты. Өзін таппасаңдар, аяғы ақсақ баласы бар, өскенде сол жауап берсін, дегендер де болды. 3 күн ішінде 5 аттылы бүкіл ауылдың астан кестеңін шығарды. Қора тұрмақ шатырға дейін қарап мезі қылды. Келесі күні ешкім күтпеген жағдай болды. Өрекеңде ескі жаңа жыл деген мереке бар. Сол күні самогон ішкен бір офицер мылтық атып көшеге шықты. Араққа тойғаны сонша көзіне ит көрінсе бәрін атып салады. Әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Шеттерінен удай мас еді. Бейшара қазақ жамырай қашып соңында оған да көнді. Өйткені қара мысық деп аттым деген офицер ақталып шыға келді. Оның сөзі орын, деді. Қара мысықты 15 күн іздеп таппаған сыртқы барлау солай деп үкім шығарған. Кімде-кім қара мысық көрсе атуға рұқсат, деген бұйрық берілген. Соны естіген әлгі малғұн қара иттердің бәрін атып тастаған. Осыдан ақ қара мысықтың қаншалықты қауіпті болғанын түсінуге болады. Бірақ мысық та жоқ, шал да жоқ, жер жұтқандай жоғалып кетті. Жолдас капитан, біз бүгін ферма жақтан жалғыз жаяудың ізін көрдік. Өзенге беттеп орманға сіңіпті. Соған қарағанда қашқын шал фермадағы біреулерге келіп кетіп жүргенге ұқсайды, деп жас бала бастығына ақпарат жеткізді. Сонда жалт қараған капитан: фермада өткендегі бала бар емес пе? Одан басқа Кайсақ бар ма? Деп отыра кетіп ойлана бастады. Арада біршама уақыт өтті. Ферма қызметкерлерінің тізімін әкел, деп бұйрық берді. Шынымен де етектегі фермада Әбіштен басқа қазақ жоқ. 7 жұмысшының арасында жалғыз өзі. Бірақ ол баланың жұмысы тиянақты, кеңес өкіметіне жан-тәнімен берілген сияқты. Бүгін түнде ферманың маңайын торауылдап шығыңдар. Кешкі астарын ішкен тергеушілер ферма жаққа кете барды. Жалғыз қалған капитан ойлана бастады. Анау келіншекті алдап көрді, онысынан түк шықпады. Енді қабақ шытып қорқытып көрсеші. Мүмкін қашқын жайлы бір білгенін айтып қалар. Бірінші сұрақ: қашқын шал оның қорасында не істеп жүр? Ағайын емес, туыс емес. Әлде шеткі үй болған соң қорасына түнеді ме екен? Жақыны болса үйіне жасырмай ма?
қорасына түнеткен несі. Көп ойланған капитан Ажарды алдырып сұрақтың астына алды. Ажар Нөсербайқызы, сіз қазір далалық кайсактың ұрып соғатын қатыны емессіз. Сіз тең құқылы жұбайсыз. Сондай-ақ кеңес үкіметінің қарамағындағы азат адамсыз. Олай болса, мынаны айтыңызшы. Басында Ағыбай деген қашқын шалды таныдым дедіңіз. Соңынан ұқсатқаным болмаса нақты білмеймін дедіңіз. Сөзіңізден не үшін айнып қалдыңыз? Деп сұрады. Көзі жыпылықтаған қатын Әшөнге қарады. Әшөн бастықтың сөзінің қазақшасын жеткізді. Онда ештеңе айтпадым, сол атаға ұқсаттым, деді келіншек. Ажар Нөсербайқызы, егер сіз шыныңызды айтсаңыз, біз сізге көмек береміз. Сізді өзіміз оқытамыз, тоқытамыз, үлкен-үлкен қалаларға апарамыз. Ол жаққа барсаңыз, цивилизацияны көресіз. Мысалға, мына жігіт бізбен бірге қалаға барады, оқу оқиды. Соңында осы ауылға бастық болады. Солай ма, Ашонок? Сен айтшы, деген капитан балаға қарады. Әшен сонда сайрап берді. Оқу бітірсе жалақысы көп болатынын, алдағы уақытта Мәскеу сияқты әдемі қаланы көретінін, соңында ауылға келіп бастық болатынын айтып аузынан су ақты. Әйтсе де әлденеден секем алған көкбет келін сөзінен танбады. Күйеуіңіз ұра ма сізді? Жоқ, ұрмайды. Қалайша ұрмайды? Кайсақтар жұма сайын қатынын қамшылайды дейді ғой. Сіздікі олай емес пе? Жоқ, олай емес. Жарайды. Болашақта ұратын болса маған айтыңыз. Мұнан кейін әйелдерді өкімет қорғайды. Оларда ешкімнің ұруға хақысы жоқ, түсіндіңіз бе? Түсіндім, деген келіншек тұра жүгірді. Үйіне жеткенде көзі төңкеріліп ойлана бастады. Өлә, мынауың жақсы адам екен ғой. Жақсы адам бұл. Қарашы, менен жасы үлкен, өзі дөкей бастық, бірақ маған сіз деп сөйлейді. Исплациядан келгендер осындай болады. Спляция деген деді ме? Спляция деді ме? Құрмағыр, не деп еді? Сондай бірдеңе деді. Құдай-ау, қатын құтырмасын. Қатын бір қолымен бесік тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді. Қатын бәріне үлгереді. Кір жуады, тамақ пісіреді, күбі шайқайды, сондай-ақ абайламасаң, шаңырағыңды шайқайды. Әбіш, көресің, көкбет қатынның цивилизациядан бірақ шығады. Қаңтардың орта шені, өзеннің арғы бетінде жасырынып жүрген Ағыбай қарт күркеде жатыр. Қарны тоқ, көйлегі бүтін, құстың етін қақтап жеп ойланып жатыр. Кеше түнде фермаға барып әдейі із қалдырған. Демек, контора жақтан жол ашық. Бүгін түнде сол тұстан өтіп мән-жайды бақылап қайтпақшы. Пышағын қойнына жасырып, ішігін киген қашқын қарт орнынан тұрды. Содан соң мұздан өтіп, оңтүстіктен ауылға кірді. Түн қараңғысы, ауыл ішінде өлі тыныштық орнаған. Бұрынғыдай жарыса үретін иттер де жоқ. Ол бейшараларды масайған орыс жаһаннамға аттандырған. Жан-жағына ұрлана қараған қарт әйел сыбысы шыққанда жата кетті. Одан басын көтергенде контор ішінен жылаған баланың дауысын естіді. Бастықтар отыратын жерде бұл не қылған бала екен? Әлде тақырбас өліп, мына үйді басқаға берген бе? Кеңес үкіметінің сондайы бар, қажетіне жарасаң үйіңді соғып береді. Қашқын құлағын тосып біраз жатты, алайда жел үйірген дауысты қайтып ести алмады. Айналада қараңдаған көрінбеді. Сонда бүкшеңдеп барып терезеге жеткен Ағыбай қарт, анашым деп жылаған баланы жазбай таныды. Сақтағанның даусын таныған Ағыбай қарт терезе алдына отыра салып солқылдап берді. Қайтсын, қолынан ештеңе келмейді. Ішіндегі запыранын жылап шығарғаннан басқа амалы жоқ еді. Ал қарттың дауысын естіген бала ата деп айқайлап қабырғаны ұра бастады. Мұнысы тор көзді терезеден анық естіліп тұр. Алайда ата байғұс шарасыз күйде. Жылама балам, жылама, мен қазір келем, деген қарт орнынан тұрды. Ата, бұл сіз бе? Қашан келесіз? Деп сұраған баланың дауысы біртіндеп ұзап қала берді. Сонда қалың қарды қақ жарып алға ұмтылған ақсақал көшеге шықты. Содан соң қорған жағалап жүріп үйіне жетті. Жалғыздық жаман. Бейшараның барар жері басар тауы жоқ. Тап қазір кімнің үйіне барса да Ағыбайға кіре ғой демейді.
Тіпті өз замандастары көрсе де ит қосып қуады, өйткені ауылдағы жамандықтың бәрін осы шалдан көреді. Мына қазаққа Ағыбайдан сүйкімсіз адам жоқ. Жауыз шалдың кесірінен итімізді атып кетті деп тістеніп отыр. Қарт түгіл, ақсақ бала мен жесір келінге де күн жоқ. Дұрыс болған. Абақтыға жауып көздерін құртсын дейді. Қашқын қарт суып қалған пеш түбіне отыра кетті. Қараусыз қалған үйде жел жоқ демесең, аяздың сағы сайрап тұр. Ағыбай қарт ойлана бастады. Мүмкін қолымды көтеріп өзім барармын. Бір жапырақ қағаз жазуға сауаты жоқ, көздеріне көрінсе жауыз орыстар атып салады. Қарттың назары әбішке түскенде атып тұрды. Содан көзінің жасын қағып жіберіп, сақтағанның төсегіне жетті. Одан құс жастығын құшырлана иіскеп, көзінің жасын көлдетіп алды. Балпылдаған ботам менің, кесірім тисе алжыған атаңды кешіре көр. Солқ-солқ еткен қашқын шал келінінің бөлмесінің есігін сипап тағы жылады. Сонан соң кеудесіне қолын тығып, етекке қарай аяңдай берді. Ауыл іші тып-тыныш. Көшеде адам жоқ. Мынандай аязда есі дұрыс адам сыртқа шықпайды. Әбіштің үйіне жеткен қарт қораға кіріп тағы жылады. Бірақ жылағаннан келер пайда жоқ. Бүкшеңдеп барып есігін қақты. Әбішжан, әу деген ешкім болмады. Есікке құлағын тақап тағы қақты. Әбішжан, үйдемісің балам? Ішкі жақтан тықырлап басып келе жатты. Есік ашылғанда көзін уқалап бала тұрды. Ағыбай ата, бұл сіз бе? Басын шығарып жан-жаққа қараған бала есікті тарс жапты. Үйге кіріп аяғыңызды шешіңіз. Артына қарайлаған бала керосин шамның біріне оттық тегізді. Балам, маған ешқандай құрметтің керегі жоқ. Мен қадырым қашқан адаммын. Онан да келген себебімді айтайын. Мен берілгім келеді. Не дейсіз? Деп таң қалған бала қолындағы шамды қоя салып жетіп келді. Солай балам, солай. Мен берілгім келеді. Әйтпесе келінім мен жалғыз тұяғым кепілде отыр. Ата, ертең екеуінде босатады. Сондай заң бар екен. Не дейсің балам? Ағыбай қарт жалт қарады. Иә ата, сондай заң бар дейді. Белгілі күннен кейін ұстап отыруға болмайды екен. Ертең босатамыз депті. Бала сүйініш сұрағандай күлімдей қарады. Әй балам, мына сөзің рас па? Шынымен босатама? Оны саған кім айтты деп сұрады Ағыбай ақсақал. Оны тергеушілер айтты, біздің бастық та солай деді. Енді бір күн шыдасаңыз, босатып жібереді. Деген Әбіш бала қуанғанын жасыра алмады. Олай болса мен кеттім балам. Іштей күбірлеп бетін сипаған қарт есікке жетті. Қайда барасыз? Деп емпілдеген бала соңынан ерді. Балам, маған еріп шықпай-ақ қойшы, көзге түсерсің. Мен өзім кетем. Сосын Әбішжан, бір ғана өтінішім бар. Егер келінім мен сақтағанымды босатса, сарайдың есігін ашық қалдыр. Босатпаса, жабық тұрсын. Осыны келінге де айтарсың. Деген қарт артына қараған жоқ, есікті сырттан жауып қараңғыға сіңіп жоқ болды. Сол түні ферма маңын торауылдаған күзетшілер тағы да бос келді. Не қашқын қартты таппады, не қара мысық жолықпады. Бастары салбырап бастықтың алдында тұрды. Сонда ашуы келген капитан: мұздың үстімен жүріп өтеміз. Күйіктің иісі шығуы тиіс. Мынандай аязда от жақпай отырмайды деп айқайлап атқа қонды. Осылайша 5 атты мінген 5 қуғыншы қаруларын асынып өзенге жетті. Олардың алдында жаяу салпылдап әшөн жүрді. Қуғыншылар қарды кескілеп із кескен болды. Оларды жоғары жағадан көріп жатқан қашқын қарт қулыққа басты. Өзеннің қайыры ағатын жері бар. Бұл Талмастың қыстауының дәл тұсы. Осы тұс қасиетті шалдың қойын қамдап мекендеген жер еді. Сол тұсқа жеткен Ағыбай қарт от жағып орманға сіңді. Қара түтін көкке көтерілгенде қуғыншы топ аттарына қамшы басты. Алайда жете алмады. Ағысы қатты өзеннің мұзы қақырап, қақ жарылды. Оның соңы дүрбелең болды. Жұлқынған жануарлар қуғыншыларды ауларып астарына басты. Адамға керек жан, жылқыға да керек. Ышқына тепсініп тұяқтарын сермеді. Осы жорықта иттерді атқан ақымақ жігіт ит өліммен өлді. Шинелін шеше алмай,
қатты ағысқа батып кетті. Осыдан кейін қуғыншы жақсап тыйылды, өйткені суық су бойдан өтіп мұрттай ұшырды. Ең бірінші қалшылдап барып капитан құлады, оның соңынан лейтенант құлады. Соңында күрк-күрк жөтеліп контораға тығылды. Саласын жеп самогондарын судай сімірді. Алайда беттері бері қарамады. Бұлар Талмас әулиенің мекенін былғады. Қасиетті абыздың аруағы ұрды деп сыбырласты кемпір-шалдар. Ал Ағыбай қарт түн ауғанда өзеннен өтіп етекке тартты. Межелі жер Әбіштің үйі. Үйі емес, қорасының есігі еді. Ұрлана басып артына жетті. Енді айналып өтсе болғаны есік көрінеді. Ашық тұрса кейін кетеді, соңына дейін күреседі. Жабық тұрса өзі барып беріледі. Аруақ, желеп жебей көр. Қалың қарда еңбектеген қарт есікке жақындап қалды. Ашық тұр. Өз көзіне өзі сенбеді. Мыналарда заң бар екен ғой. Қашаннан бері бұл малғұндардың бала мен анаға жандары ашитын болған. Ағыбай ақсақал келген ізімен кейін қайтты. Енді келмейді. Әбіштің үйінің маңына жоламайды, әйтпесе кінәсіз балаға күдік тудыруы мүмкін. Олар келін мен баланы өздері сыймаған соң жіберді. Қартты қуғандар 4, мысықты қуғандар 3. Контордың ішінде орын жоқ. Қалпақтай ұшып шеттерінен қызулатып жатыр. Сол күні өзеннен өткен қашқын қарт күркесіне жетіп от жақты. Бойы жылығанда тұзағын алып аңға шықты. Бұйырғанымен базар қып қарнын тойдырды. Күндер болса өте берді. Қуғыншылар тып-тыныш, қараларын көрсетпеді. Мыналарға не болды екен? Ауданға кеткен шығар, қашанғы қаңғып жүрсін. Жалғыздық жанына батты. Сақтағанды қатты сағынды. Балапанымды бір көріп өлсем, арманым жоқ. Ағыбай ақсақал басын көтеріп ұзақ қарады. Аспан түнеріп тұнжырап тұр. Мұнысы қардың белгісі. Шалға керегі осы. Түн біразға барғанда қашқын қарт ауылға тартты. Бұл кісі мына орманның кез келген бұрышынан шыға алады. Соңғы 30 жылда төңіректің сай-сала ой шұңқырының бәрін біліп алған. Күн жылынып келеді. Жапалақтап қар жауа бастады. Шалға керегі осы еді. Төбені айналып ауылға тартты. Үйіне жеткенде келіні мен баласын көріп боздап берді. Бейбақтардың 3 күнде құр сүлдері ғана қалған. Алайда өкпелі келін басын бұға берді. Соны байқаған қарт: "Келінжан, денсаулығың болмай тұр ма?" деп жөн сұраған болды. Онысына тұшымды жауап ала алмады. Құдайдан қорыққандай алдына суыған шай қойған келіні бөлмесіне кіріп жатып алды. Бұнысы Ағыбай қарттың түбіне жетті. Ешкімге керек емес, бәрі сырт айналғанын түсінді. Дорбасынан бірнеше құстың етін шығарып қалдырған қарт баланың бетінен сүйіп, жылап қоштасты. Сонан соң келінінің есігіне қарап біраз тұрды. Алайда келдің бе, кеттің бе деген келін болмады. Қарт есікке беттеп бара жатты. Бірақ үйден шыға алмады. Көше жақтан оқ атылып айқай басталды. Онан әрі-бері жүгірген әскерилердің дабыры шықты. Сөздеріне қарағанда орыстар сияқты. Мұндайда шыға алмайды. Қайта кіріп терезеден үңілді. Сондағы түсінгені мынау болды. Бұл баяғы қара мысықтың жыры. Сол бәле самогонға тойып ұйықтап жатқан қуғыншының бірінің аяғын жеп қойған дейді. Бәрін жесе де обалдары жоқ деген қашқын қарт баласын құшақтап жата кетті. Таң алдында басталған дүрбелең кешке дейін тынбады. Аяғын ұстап аңыраған орысты арбаға тиеп ауданға жіберген қуғыншылар зыр жүгірісті. Оқтын оқ атып елдің зәресін ұшырды. Қалың қарда алысқа кеткен жоқ деп ауыл ішін тінтей бастады. Қашқын қарт жайына қалды. Іздегендері мысық болды. Күн еңкейген кезет, әлде бір орыс айғайлап келіп есік қақты. Ағыбай қарт баланың бөлмесіне тығылды.
Ашыңдар есікті, үйде кім бар? Атасына қараған келін барып есікті ашты. Оның соңынан көзін уқалап бала жүгірді. Үйлеріңде мысық бар ма деп сұраған жігіт мысықтай мияулап түсіндірді. Жоқ деген келін басын шайқады. Аула жақтан тағы біреудің дауысы шықты. Бұл маңда мысықтың ізі көрінбейді, келесі үйді қарап шық. Есікті жапқан жігіт жүгіріп кете барды. Сонан соң тарс-тарс атылған мылтықтардың үні шықты, алайда қара мысықты таба алмады. Есесіне ауыл мысықтарын шеттерінен атып салды. Оған айқай салып орыстар шықты. Мәскеуге арыз жазамыз, үйіміздегі мысығымызды атып салдыңдар деп бұлқан-талқан болып. Сонда ғана қуғыншы орыстар сап тыйылды. Мәссаған, мыналар Мәскеуден қорқатын сияқты. Арттарын қысты ғой, деп шал кемпірлер күбірлесе бастады. Жарықтық біздің көсем сондағы бір жерде отырады дейді, сол үшін қорқады, деп тағы бір кемпір тон пішті. Қандай жерде? Деп сұрағандар болды. Кремль дейтін жерде, деп білгіштер мақтана сөйледі. Қысқасы ауыл ішінің бір күнде астан кестеңі шығып басылды. Онан көп өтпей суық хабар жетті. Мысық тістеген жас бала ауданға жетпей өліпті дейді. Сондай-ақ орыс бар жерде тәртіп бар, бізді тыңдамап еді, Матвей шал мен Анна кемпірден қорқып бұттарына жіберді деп соқты. Осыдан кейін келімсек орыстардың абыройы асқақтап шыға келді. Олар заң законды білет, олардан үйренеріміз көп, өте сауатты деп әулиеге теңеді. Мұндай теңеу осы күнде де бар. Орысша білсең қор болмайсың, орысша сөйлесең абыройлы боласың. Сонымен дүбір басылғанда сақтағанның бетінен қайта-қайта сүйіп жылаған Ағыбай қарт орманға тартты. Бұл оның сүйкімді баласын соңғы рет көргені болды, өйткені мысықты таппаған басшылық қосымша күш әкеліп төгіп жіберді. Олар ауылды қоршап, ақтарып, төңкеріп, бірақ қара мысық жайлы жақ ашпады. Есесіне Ағыбай деген қанішер керек деп жарияға жар салды. Сол алжығанды көрсек, өзіміз ақ ұстап береміз. Мыналар қорамызға дейін тінтіп берекемізді алды ғой деген кемпір шалдар келін мен баланы бас салды. Аш есікті, алжыған шал бар ма? Әй, албасты келін, қанішер атаң қайда жүр? Қартайғанда мазамызды алып бітті ғой, Құдай жазасын берсін малғынның. Топырласқан кәрі құртаңдар Анна кемпірді ертіп басшылыққа барды. Біз Ағыбай дегенді білмейміз, тауып алсаңдар дарғасыңдар, оның іздейтін ешкімі жоқ. Өзі шығыс жақтан қаңғып келген біреу еді. Анау ақсақ бала өзінің баласы емес, өлген ұлының баласы, деп шулай берді. Қысқасы ауыл жұрты көсемге арнап хат жазды. Ондай қанішердің тұқымы біздің ауылда тұрғанына қарсымыз, тездетіп көшіріп жіберіңдер, біз жаңа өкіметтен талап етеміз деп арыз қалдырды. Осыдан кейін Айғаным мен Сақтағанның басына қара бұлт төнді. Әскери киінген бөтен орыс тұрғындардың талабы орындалсын, екеуінде шығарып жіберіңдер деп үкім оқыды. Баланы жетектеген жесір келін кетіп бара жатты. Айқайлап қарғағандар болды, тас атып жүгіргендер болды. Ақсақ баламен қайда барады деп жандары ашығандар да болды. Сонда орыстар жағы бәрін түсінді. Мына қайсақтарды айдап салсақ, бірінің басын бірі жұтады деп сыбырласты. Осы қасірет қанымызға сіңді, қазір де бар. Бірін-бірі жамандаудан біздің қазақ алдына жан салмайды. Біреу күңк десе болды, көрмей, білмей күндей жөнеледі. Онан бері 100 жыл өтті. 100 жылда бірін-бірі өлтіре салатын, жаны ашымайтын ұрпақ өсті. Бұрынғы ақсақалдар шешімі әдірем қалды. Әкені тыңдамайтын ұл туды, шешеге айқайлайтын қыз туды. Енесін сабайтын келіндер шықты. Байлы өмір қайғы, байсыз өмір жайлы дейтін қақаңдаған келіншектер ақыл айтты. 100 жылыңыз бар болғаны 3-ақ ұрпақ, 100 жылда қазақ халқы танымастай өзгерді. Баламен келіннен хабарсыз қарт күркеде жатқан. Аспан ашық, көктен түскен күннің көзі аппақ қарды ерте бастады. Қар еріп жер қарайса екен, ауылға барып баламды көрсем дейді.
томпиған танауынан түртіп мейірлене сүйсем дейді. Келінге батамды беріп жіберсем дейді. Ол да адам баласы, 30-дан енді асты. Көбірлеген қарт қарағайдың басына шығып ауыл жаққа көз жүгіртті. Әрі бері шапқылаған әскери адамдар қаптап жүр. Иықтарында шошайған қаруы бар, астарына ат мінген жауыздар көбейіп кетіпті. Осының бәрі мені іздеп жүр ме? Қараңғы түскенде қарт қашқын төбеге жетті. Ферманы тасалап өтіп Әбіштің үйіне барды. Есік ашқан көкбет келін сампылдап берді. Әбіш жоқ, сұрамаңыз. Оны да балаңыз бен келініңізді іздеңіз. Шығарып жіберді. Не дейсің, келінжан? Балаңыз бен келініңізді ауылдан қуып жіберді. Сіздің кесіріңізден үйімізді тінтіп мезі қылды, деген келін зірк етті. Қарт аңтарылып тұра қалды. Қай тұсқа кетті екен? Білсең айтшы, келінжан. Білмеймін, қаңғып жүріп үсіп өлген шығар. Өлігін өзіңіз іздеңіз. Әбішпен менен ештеңе сұрамаңыз. Тоңқылдаған келін есігін жапқанда басын ұстаған қарт отыра қалды. Есік қайта ашылғанда беті қотыр бала шығып аяңдай берді. Онан көп өтпей аттылы адамдардың келе жатқанын көрді. Қашқын қарт орманға қарай тұра жүгірді. Соңынан қиқуласып оқ атқандар қуды, алайда ұстай алмады. Орманға жеткен қарт ізін суытты. Алайда бір кеште басталған сұмдық таң ата бітті. 10 шақты қуғыншы жолақтан өтіп өзенді кесті. Солай болатынын білген қарт таң алдында ауылға кірді, бірақ үйіне бармады. Қасқырдай жортып конторға жетті. Терезеден қарағанда ұйықтап жатқан біреу көрінді. Есікке жеткенде «Құтотам» деген дауыс шықты. Сыбай деп қарт алдап соқты. Басы қылтиғанда жүрек тұсынан қағып жіберді. Ұзын бойлы еңгезердей капитан ышқынып барып гүрс етіп құлады. Басқа ешкім жоқ па дегенде қарт қашқын жан-жағына қарады. Сонда ғана үстел астында жасырынып жатқан қара мысықты көрді. Қап бәлем, осының бәрі сенен басталды. Сенімен бітсін. Есікті ілген қарт жақындай берді. Қолындағы үшкір пышағы жалаңдап келеді. Мысық тұра қашты, бірақ айналып түсіп жалп етті. Сонда бұл бейшараны аяғынан байлап қойғанын түсінді. Саған аяушылық жоқ. Обалың орыстарға болсын. Керілген жіпті басқан қарт қара мысыққа төне берді. 4 аяғын еденге тіреп, ырылдап айбат жегіп тұрған атыла кетті. Тістеп алды ма, мынау қайтеді-ей? Мә саған! Үшкір пышақ қара мысықты қақ жарды. Орнынан тұрған шал есікке беттеді. Таң ағарып келе жатқан. Бүкшеңдеп басып үйіне тартты. Бірақ жете алмады. 2 аяғынан жан кетіп еңкейе берді. Сонан соң көк желкесіне тақалған тапаншаны сезді. Ата сал малғұнды басын көтергенде орыс жігіт пен көрші жігіт әшөннің тұрғанын көрді. Сен баланы қарғысатсың. Талмастың аруағы ұрсын. Қос жан алғыш жан-жағына ұрлана қарады. Ешкім жоқ па? Жоқ деп сыбырлады орыс жігіт. Ендеше өзім атам. Қашқын қарт пышағын сілтеп үлгермеді. Темір тапанша желке тұсынан тарс етті. Етпеттей құлаған қарт қараңғы тұңғиыққа еніп бара жатты. Мүрдесін итке тастаңдар деп айқай салды Зүбайда деген алжыған кемпір. Сықтаған да жоқ, жоқтаған да ешкім табылмады. Әбіш баланың көңілі құлазып қайғырған болды. Алайда көкбет келінді жұмысқа қойған өкіметке ештеңе айта алмады. Не десін? Келіншегі тігінші деген хатта қағаз алды. Цехтағы бір топ қатынның бастығы қызыл әскерге киім тігіп күнелтіп жатыр. Сатқын әшөн әскери қатарға алынған, соғысқа кетіп неміс жерінде көмусіз қалды. Жесір келінмен сақтаған баладан хабар жоқ, қайда кеткендері белгісіз. Ақиқат қашанда айтылады. 1970 жылдары бұл уақиға сыбыс боп тарады. Онан соң тәуелсіздік жеткенде Нартай деген тілші жазды. Одан бері де 35 жыл өтті. Күллі қазақ біле жүрсін. Қара мысық уақиғасы осындай болған. Хикаяның
соңы. Авторы Ғани Бейсен. Оқыған Нұрлыгүл Өтемісқызы.